Римге шу керек. Жайт Римде емес, Джеки. Ол жер асты әзәзілдері әлеміне қамалып қалды. Неге онда мен түспедім екен? Біз қол қусырып отыра алмаймыз, аға. Басқа дұға әлде қайда құдіретті бірдеңе. Ей, өніңді шаршы ойлануға кедергі жасама. 8-ші есік. Түсіндірші. Біз 7 сиқыршы әзәзілге тиесілі 7 есікті жауып тастадық. Бірақ шендеуге тиесілі тағы бір есік бар ғой. Ол біздің 7 қайтаруымызға арналған жалғыз мүмкіндік. Бірақ оны қалай табамыз? Оның бірақ жолы бар. Панку қобдишасы. Бірақ ол шендеуде ғой, оны қалай табамыз? Біз Кенри балық зауытындамыз. Тезірек, біздің әзәзілдер 7 тапқанша 8 есікті тауып үлгеріміз керек. Бұл шынайы әлемнен қолған әзәзілдер мекен еткен жер асты әлемі. Мұнда адам аяғы баспаған. Айнала мүлгіген тыныштық. Егер мен күндердің күнінде бұл жерден аман есен шықсам, атағым әлемге жайылатын болады. Мына жер неткен терең ет. Ой, одан да жоғарға қарай өрлейін. Попке! 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 Түстенетін уақыт болды ма? Ұйқыдан тұратын уақыт болды. Бейс әпкеміз қайтып келді. Түсіндім. Мүмкін ол дәмді бірдеңе алып келген болар. Жұмсақ адам еті болса ғой. Неткен сұмдық. Бәрің мұнда келіңдер. Одан да бетер қорқынышты болып кетті. Кете беруге болады, Кахфу. Саған осында қалуды бұйырам. Кет, қал, бар, тоқта, бар, тоқта, бар, тоқта. Бұл таусауғардың мен үшін бірде-бір пайдасы жоқ, Вальмонт. Оны бұл жерден қуып жібер. Тағы да сенің жаныңды азапқа салу үшін бе? Жоқ, керісінше сен екеуің де Жалғыздықтан алыссыңдар. Бауырлар мен әпкелер, қарындастар, сендерді көргеніме сондай қуаныштымын. Шендеудің жалған лебіздерін тыңдаудан әбден жалықтым. Сені қатаң жаза күтіп тұр. Жаза? Сендерді құтқарғанымды қаламайсыңдар ма? Егер есіктеріміз мәңгілікке құлыпталып болса, оны қалай істемексің? Иә, қалай? Өздерің білетіндей менің есігім әлі ашық. Қымбатты әпкетай. 8-ші есік. Ол әлі күнге дейін құпталған жоқ. Тек Панку қобдишасының көмегімен соны тауып алсақ болды. Ол үшін қобдишаға қол тигізе алатын жанкешті құлымды пайдаланамын. Менде бар дүние сендердің құзырларыңда, қадірлі бауырлар мен әпкелер. Саған не болды? Осынша қасынуға бола мекен әпке? Арқам жұмырлап барат, қолым жетер емес. Шиву, кеңесімізді жалғастыруымыз үшін әпкемнің арқасын қасып жібер. Арқа емес, тау дерсің. Қане арқаңды қасып берейін бе?
Болды, енді қажет емес. Сегізінші есік туралы не дейсің? Сен ол есік арқылы қуылған болатынсың, оны тек сен ғана пайдалана аласың. Бұрын солай болатын Бейса. Бірақ мен қазір әруаққа айналып кеткендіктен, менің есігім арқылы басқалар да өте алады. Қателесесің, әркім өз есік арқылы ғана өтеді. Ол заң. Мені уақытты тек өткізеді деп ойлайсыңдар ма? Мен сендердің бәрің бостандыққа шығып болғанша есікті ашық күйінде ұстап тұратын дұғаны таптым. Мен сол үшін барлық жағдайды қамтамасыз етейін деп жатқанда сендер пайда болдыңдар. Какфу, маған Панку қобдишасын алып кел. Қобдишаны бер. Қобдишаны бер дейм. Акула жемтігіне атылады. Акула не? Ол не туралы айтты? Джеки! Шендю не боп жатыр? Кетер алдында Какфу үнемі дабыл соғып, менің есіме түсіріп отырады. Есігімнің алдында кездескенше. Шендю, оған сенуге бола ма? Әрине болмайды. Бірақ бізде басқа мал жоқ. Егер ол бізді тағдалдап кетсе, мәңгілік тозақтың атын одан кек алуға ант етейік. Сегізінші есікке қарай бағыт түзеуді ұсынамын. Оған қарсылығым жоқ. Саған Панку қобдишасының қажеті қанша? Сендер барлық есіктерді жауып тастадыңдар ғой. Естелік ретінде сақтап қоюды ұйғардым. Бұқа егіс даласындағы тышқандарды таптап жүр. Қобдиша қажет пе? Ала ғой. Ашуға мінген қарға. Неге үнемі ұзақ айналасың? Кетуіміз керек. Бұрынғы заманда Шендю Қытайда билік жүргізген болатын. Сол маңнан оның есігін таба алатынымызға сенімдімін. Мұна қобдишаның көмегі арқылы ол есікті тапқанымызбен Джейд ол жақтан қалай өтеді? Біз оған жол көрсетіп отырамыз. Мұна кітаптарды да мен сол үшін ала шықтым. Бұлай емес. Джейд мұны жақсы білуші еді. Егер қазір осында болғанда, оны қажетті күйіне келтіріп берер еді. Мен мұнда болған сияқтымын. Шеңбер бойымен айналып жүрсем керек. Біз Қытайға кетіп барамыз ба, не үшін? Чан Панку қобдишасын ұрлап кетті. Оның есікті тауып мәңгілікке құлыптап тастағысы келетін сияқты. Егер сенің әлем арасына онсыз да өте алатыныңды білсе, Чанға бәле іздеудің не қажеті бар? Шендю, оның бұған өз себептер бар сияқты. Ал менің бауырлар мен әпке қарындастарым болса, менің өз есігімді ашып, оларды құтқарғанымды қалап отыр. Сіздің дұғалар кітабыңыз міне. Сен маған телефон кітапшасын ұсынып жатырсың, түйе жапырақ. Мен өтірік айтқам. Демек оларды құтқару мүмкін емес пе? Әрине мүмкін. Тек оны қалай істеуге болатынын білуім керек. Аға, ол транс күйінде. Ол Джейдті іздеп жүр. Бүгін қандай күн екенін түсінсем бұйырмасын. Жақсы жаңалығым бар. Әзәзілдер 8-ші есікті іздеуге кетті. Енді жаман жаңалығым бар. Мен олардан көз жазып қалдым. Джеки Таруаға. Мүмкін мен енді сендерді ешқашан қайтып көрмейтін шығармын. Бірақ егер бұл таспаны тауып алсаңдар, телеарнаға сатпас бұрын осы бөлігін кесіп тастаңдар. Егер білгілерің келсе айтайын, мен сендерді қатты сағындым. Джейд! Аға, сен қайдан жүрсің? Ол маңызды емес, ал сарымсақ балаларға пайдалы. Қалың қалай балақай? Зерігіп кеттім.
Мені мұқияттың да бол. Біз 8-ші есікті табуға тырысып жатырмыз. Шендю есігін бе? Сен ол туралы қайдан білесің? Әзәзілдер соны іздеп жүр. Шендю оларға сол есікті ашып, бәрін бостандыққа шығаратын айтты. Ай, Шендю оларды алдап қойған қой. Ол есік арқылы тек бір ғана тіршілік есі ғана өте алады. Ол есі сен болуың керек, ұқтың ба? Ол есікті қалай табамын аға? Оның қайда екенін білгенде саған өзім жол көрсетемін. Тамаша аға. Ұмытып кетіппін ғой. Мен Пангу қобдишасының қалай жұмыс істейтінін білмесем, есікті қайда екенін қалай анықтаймын, айтшы. Қобдишада кішкентай жолақтар бар. Триграммалар ма? Иә, солар. Джекиге сол триграммалардың кілт екендігін айт. Мен мұны оған айтамын, Джейд. Бостандықты күткен кезде уақыттың да қалай зымырап өткен байқамай қаласың. Камерам қайда кеткен? Джейд, дұғаңды оқы. Триграмма жұмбақты шешудің кілті дейсің бе? Ол не деген сөз? Шендю триграммасы отты символын білдіреді. Ол екі бүтін жолақтың ортасындағы екіге бөлінген жолақ. Морзенің әліпбиіне ұқсайды екен. Немесе құлыптың комбинациясына. Бүтін жолақтар айналымның жартысы. Ал үздік жолақтар ширек айналым. Тұтас жолақтар оны жағалай айналдыру керек деген мағынаны білдіретін сияқты. Жартысы, 4/1 бөлігі, 4/1 бөлігі, жартысы. Мұны Джейд өте жақсы білетін еді. Ал мен әзәзілдерді жақсы білемін. Шендюдің есігі мұна жерде, яғни Гонконгта. Әзірге ештеңе көрінбейді аға. Пангу қобдишасымен қартаға сүйенсек, 8-ші есік дәл мұна жерде. Осы маңда болу керек. Адам сенгісіз. Мұнда бізді Джейдтің өзі ертіп келген сияқты. Гонконгтың бұланды аралы. Мен Джейдке ескертіп қояйын. Бауырлар мен әпке қарындастар, мен сендерге Джейд есімді жанкештіні алып келдім. Е, дәмді. Егер бұл жерден құтылғыларың келсе, ескертіп қояйын. Чендю сендерді алдап жүр. Ол есік арқылы біреуін ғана өте аласыңдар. Сен оны қайдан білесің? Ағам айтты. Әлгі сиқыршы ғой. Демек Шендю бізді тағдалдады. Оның несіне таңданасың? Сонымен, қайсың бірінші болмақсыңдар? Мұна мәдениетті түрде шешуіміз керек. Мысалы, алфавиттік қатар бойынша. Бізге жылдамдату керек. Бізге дереу есікті ашу керек. Қобдишаны не үшін алғаның енді түсінікті болды. Саған ескертіп қояйын, Чан. Менің есігім арқылы әзәзілден басқа ешкім өте алмайды. Сілеусін шабуылдап жатыр. Джейд. Джеки, бұл мәселені шешудің екі жолы бар. Және екеуі де есікті ашалады. Мені жеңген ажалсыздың символы. Айдаһарды жаралайтын қылыш. Бауырлар мен әпке қарындастар. Есік, әркім өз үшін әрекет етеді.
Үлкендерге жол бер. Шиву, бұл есіктен тек біреу ғана өте алады. Заң сондай. Джейд, Мені қатты сағындың ба? мүлде сағынған жоқпын. Джейд, Бұл 8-ші есік болатын. Енді бізде бірде-бір есік қалған жоқ. Дұғаңды оқы. Мүмкін уақыт аралық тесік табармыз. барлық 8 есік түгелдей жабылды. Мәңгілікке. Алақай, ұшып кетті. Жөніне кетті. Мен қайтадан өз тәніме оралдым. Ла-ди-да-да, бум шакалака-лака, бум шакалака-лака, бум шакалака-лака. Рұқсат па, Джеки? Біз енді ғана сіз тым ерте келдіңіз. Бұланды аралға қош келдіңіз. Мұнандай қалпында мен сізге ұнайым ба? Мына есіктен өтейік. Иә. Ол енді жоқ, мен қайтадан өз қалпыма оралдым. Ей, Джеки, сен қандай да бір аспапта ойнай аласың ба? Я, сырнайда ойнай аламын. Ол кезде өте жас болатынмын. Сондай-ақ Қытай гитарасында ойнай аламын. Қытай гитарасында. Бірақ қазір біраз ұмытып қалдым. Ән айтуда қолымнан келеді. Кейде ән айтамын. Басты рөлде Джеки Чан. Фильмді дыбыстаған Брим жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.